Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Бекзат каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге өте жұмсақ, дәмді болып шығатын үй жағдайындағы булочканы жасайтын боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен осындай қамырымызға 2 жұмыртқа салып, одан кейін тұз салып, содан кейін қант қосып, одан кейін сұйық май қосып, содан кейін 1 қасық дрожжымызды салып, 1 қасық ас қасыққа жетпейтіндей қылып дрожжымызды саламыз. Одан кейін дәмі шығу үшін мен ванилин қосамын. Одан кейін жылы сүтімізге осы қамырды араластыра отырып, жұмсақ қамырды илейтін боламыз. Ең алдымен осылай қасықпен араластырып аламын барлығын. Содан кейін қолдың көмегімен қамырды илейтін боламын. Осылай барлығын басын біріктіріп, жақсылап илеп алғаннан кейін бетін жауып, көтерілгенше қойып қоямын 1-2 сағатқа. Мінекей, енді біздің қамырымыз дайын болды. Осы дайын болған қамырды бөлшекке бөліп, осылай ысқылап, одан кейін қолдың көмегімен қамырымызды осылай бүріп, дөңгелектеп дайындап аламыз. Барлығын осылай бөлшекке бөліп кесіп алдым. Одан кейін барлығын формаға келтіріп, дөңгелектеп, және де ішіне қарай бүріп, осылай әдемі форма шығарамыз. Барлығын осылай дайындап аламыз. Одан кейін пергамент қағазын жайып, жаңағы дөңгелектеп алған формамызды осылай айналдыра салып шығамыз. Барлығы сыйып, осындай керемет болды. Енді осыған бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, одан кейін үстіне кунжут себемін. Сіздер мақ қоссаңыздар да болады. Мінекей, осымен біздің булочкамыз дайын болды. Мен 180 градуста 35 минутта пісіріп алдым. Менің рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп қойыңыз, және де жанындағы қоңырау белгісін баса кетіңіз. Алдағы уақытта түрлі рецептермен бөлісемін.